Эфирде кино бизнестің кезекті саны. Алдағы 25 минут ішінде осы аптада прокатқа жол тартқан тың туындылар туралы. Атап айтқанда, миллиард айдарымен жарық көрген ресейлік драмасы, Қырғызстан кино өндірісінің расплата тарихи мелодрамасы мен Отель Мумбай противостояние триллер жайында айтатын боламыз. Студияда Алмас Тоғай, бүгін көретіндеріңіз. Апта трейлерлері айдарының жаңа промо материалдары. Джеймс Ван жаңа хоррор жобаға продюсерлік етті. Қырғыз режиссері Айбек Дайырбековтың расплата атты тарихи драмасы жарық көрді. Атқарушы продюсердің негізгі міндеттері туралы Рустам Юсупов айтып берді. Супер қаһарман Шазам туралы астарлы әзілге өрілген фильм өткен аптада қазақстандық прокаттың ең кассалы картинасы атанды. Ал осы аптаның бокс-офисіне көшбасшылық еткен нендей фильм екенін дәл қазір білеміз. 5-ші орын «Кладбище домашних животных». Стивен Кингтің романы желісінде таспаланған триллердің ремейгі прокаттың 2-ші аптасында 20 миллион теңге жинады. 4-ші орын «100 вещей и ничего лишнего». Екі достың арасында туған даудың соңы шытырман оқиғаға ұласатын комедия 1-ші аптада 25 миллион теңгеге жуық табыс тапты. 3-ші орын «Семенин». Әсел Садуақасованың кезекті продюсерлік жобасы прокаттың алғашқы аптасында 30 миллион теңге жинады. 2-ші орын «Шазам». Байыпты кинодан ауытқып комедия жанрында фильм таспалай бастаған DC студиясының тың туындысы көрсетілімнің 2-ші аптасында 72 миллион теңге табыс тапты. 1-ші орын «Хеллбой». 2004 жылы жарық көрген франшизаның жаңа нұсқасы өткен аптада 115 миллион теңге жинап, бокс-офистің көшбасшысы атанды. Осы аптада біз көптен күткен трейлерлер шыққан болатын. Олардың арасында жұлдызды соғыстардың 9-шы эпизодының 1-ші тизер трейлері бар. Авторлардың айтуынша бұл фильм трилогияның шешуші сәті болмақ. Яғни картина ата-бабаларының қателіктерін қайталамауға тырысатын кейіпкерлердің жаңа буыны туралы болады. Мы передали тебе все знания. Ты обрела мудрость 1000 поколений. Но это твоя личная битва. Трейлерден қолына жанатын семсерін ұстап, шөл далада жүгіріп келе жатқан Рейдің Кайло Реннің ұшағын шабуылдағанын көреміз. Сонымен қатар Кайло Реннің жаңа дроид Чубаккамен және мыңжылдық сұңқар атты әуе кемесін басқаратын Лэнда Калрисиан өзінің жаңа бетпердесін жасау сәтіде кадрға түскен. Генерал Лей Органаның бейне кадрлары тіпті тосынсый болғаны анық. Трейлерде ол қолына Хан Солоның медалін ұстап тұрып, кейін Рейді құшағына қысады. Сосын трейлер соңында экранды қара түнек басып, кадр сыртында ібілістің күлкісі естіледі. Демек, бұған дейінгі 6 бөлімнің басты зұлым кейіпкері император Палпатинді, яғни Дарт Сидусты авторлар қайта тірілткен секілді. Я говорил, что все будет так. Я был прав. Восхождение Скайуокера туындысының тұсаукесері 2019 жылдың 19 желтоқсанына жоспарланған. Сонымен қатар осы аптада Санжар Мәди мен Жандос Айбасов негізгі рөлдерді сомдайтын «Кровавый транзит» боевигінің трейлері жарық көрді. Жаңа кинокартинадағы қоян қолтық төбелестерге голливудтық каскадер Ллойд Бейтман жауапты болды. Оның кәсіби деңгейінің қаншалықты жоғары екенін картинаның тизерінен ақ байқауға болады. У меня есть 2 варианта. Первый. Я тебя убью. Сюжет желісі бойынша Федералды тергеу бюросының тыңшысы Уэйд Далтон адамдарды саудалаумен айналысатын қылмыстық топтың Серик Ибраев есімді бір мүшесін қолға түсіреді. Санжар Мәди сомдаған бұл кейіпкерді ол енді жауапқа тарту үшін Монғолияға жеткізуі тиіс. Ол елде Санжар Мәди қандықол қарақшылардың көшбасшысы, Тенжин жайлы ақпаратты жайып салуы тиіс.
Бұл рөлді сомдау оның досы Жандос Айбасовқа бұйырған екен. Алайда қылмыскерлер жетекшісі оңайлықпен берілмек емес. Енді әйгілі жендет Ибраев пен Далтонның көзін жою үшін бар күшін салмақ. Ал Disney классикасын сағынған көрермендерге біз Арыстан патша анимациялық фильмінің ремейгіне жасалған трейлерді тамашалауды ұсынамыз. Жаңа трейлерді Сет Роген мен Билли Айкнер сомдайтын Тимон мен Пумба сынды кейіпкерлерді көруге болады. Жизнь несправедлива. Не так ли, дружок? Одним суждено пировать, другим прозябать во тьме. Трейлерде түпнұсқа фильмнің әйгілі сәттерінің бір-екі үзіндісі ұсынылған. Мысалы, Симбаның бір табын бұқадан қашқан сәті бар. Тек жасы музыкалық сүйемелдеу ғана жетіспей тұр. Роликте Шрамның алды-артыңа қарамай жүгір, енді қайта оралмай дейтін әйгілі сөзіне де орын табылған. Беги, Симба, и никогда не возвращайся! Картина режиссері Джон Фавроның осы тектес жобалар бойынша жинақтаған тәжірибесі бар екені белгілі. Ол книга джунглей туындысында пайдаланылған технологияларды осы жобада қолданатынын айтқан еді. Автор классикалық анимациялық фильмнің үлгісінен ауытқымауға тырысқан. Барша көрерменнің көзіне жас ұялатқан мультфильмнің ең бір ерекше сәті бұл жолы да жанкүйерлерін бейжай қалдырмайтын секілді. Өйткені кейіпкерлердің барынша шынайы суреттелгені соншалық, құдды бір лив-экшн көріп отырғандай әсер аласың. Король Лев. Осы аптада шынайы оқиғаға негізделген Отель Мумбай противостояние австралиялық триллері прокатқа шығады. Лентаның премьерасы былтыр Торонтода өткен халықаралық кинофестивальде болған еді. Картинаның режиссерлік міндетін дебютант Энтони Марас атқарды. Ал басты рөлдерді «Миллионер из трущоб» фильмінің жұлдызы Дэв Паттель мен агенты Анкл боевигінен танылған Арми Хаммер сомдаған. Вы должны помнить, здесь в Тадже каждый гость — это бог. Работаем! Кажется, на вокзале слышали стрельбу. Мэм, это отель Тадж. Это гарантия безопасности. Фильм 2008 жылы Үндістанның Мумбай қаласында болған террористік актілерге, яғни шынайы оқиғаларға негізделген туынды. Оқиғаның бел ортасында қауіпсіздігі алынбас қамалдай Тадж Махал палас қонақ үйі бар. Бұл жердің әр қонағы патшадай қадірлі. Бірақ байлық, жайлылық пен сұлулық бір күнде жоқ болады. 3 күн бойы олар өмір үшін жан таласпақ. Қаңтар айында прокатта табысты болған 1+1 голливудская история секілді Отель Мумбай фильмін көрсету құқығын ағайынды Вайнштейндер әубаста сатып алған еді. Бірақ олардың мансабы құрдымға кеткенде картина делдалсыз қалады. Фильмді кейін Blicker Street компаниясы өз қолына алып, басында 4 кинотеатрда ұсынып көрген соң, прокаттың аясын кеңейтті. Твои дети Купаться. купаться, пока в безопасности. Они не слышали ее плач. Не ощутили горечь ее слез. Но это случится. И она придет за ними. Кто? Ла Йорона. Ағымдағы аптаның басты үрейлі оқиғалы картинасы «Проклятие плачущей» мистикалық хорроры болмақ. Фильмді дебютант режиссер Майкл Чавес таспалаған. Бұл киногер мансабын Пила, Форсаж, Аквамен сынды әлемдік кинохиттердің авторы Джеймс Ванның көмекшісі ретінде бастағаны белгілі. Фильмнің басты зұлым кейіпкері жыламсыраған әйел Ла Йорона. Ол жұмақ пен тозақтың ортасында адасып жан тыныштығын таба алмаған елес. Ат аталғаның өзінде адам бойында үрей тудыратын рух көзі тірі кезінде қызғаныштан ашуға беріліп, туған балаларын суға батырып, артынан өзі жардан секіріп өлген. Енді оның өлім алды жан айқайын естіген адамның басы да қазаға ұшырайды. Қазақстандық прокатқа қырғызстандық ауқымды кино жоба «Расплата» мелодрамасы шығады. Картина режиссері Айбек Дайырбеков фильмнің сценарийін 7 жыл жазған екен.
Лентаның таспалануына мыңнан аса адамның жұмылдырылғанын айта кету керек. Біздің түсірілім тобы аталған фильмнің Алматыда өткен премьерасында болып қайтты. Қазақстандық экрандарға қырғыз режиссері Айбек Дайырбековтың «Расплата» атты тарихи драмасы жол тартады. Автордың бірнеше жылдық жұмысы тарихи тақырыпта Орта Азиялық мюзикл ретінде көрерменге ұсынылмақ. Басты рөлдер Мұхтар Әуезов атындағы театрдың актерлары Өмірбек Израилов пен Салтанат Бақаеваға бұйырған. Жалпы картинаға 50-ге жуық актер түсіп, қосалқы рөлдерге 1200 адам жұмылдырылған екен. Бұған дейін Салтанат Бақаева мен Айбек Дайырбеков Айман Шолпан атты 2016 жылы жарық көрген жобада бірлесе жұмыс атқарған еді. Вот свершилась моя мечта. Актриса ретінде менің басты арманым орындалды деп айта аламын. Бұған дейін отандық телехикаялар мен киноларда ойнасам да, бұл менің тұңғыш толық метрлі жобам болмақ. Мен бірден тарихи туындыдан бастадым, өйткені әрбір актриса ең алдымен тарихи картинаға түсуді қалайды. Об исторической картине еще и главная роль. Мне здесь жизни не будет. Твой отец не отдаст тебя за меня. Я ухожу отсюда. Пойдешь со мной? Фильмнің сюжетіне 18 ғасырдағы Тянь-Шань тауларындағы оқиғалар арқау болыпты. Жабайы табиғатпен үндесе өмір сүрген ол кездің адамдары көненің бұлжымас қағидаларына бағына білген. Для этого фильма было создано около 220 комплектов. Бұл фильм үшін 220 дана костюм даярланды. Бас кейіпкерлердің киімі толықтай қолымен тігілді. Фильмде 18 ғасырдың соңы мен 19 ғасырдың басы көрсетілген. Картинаны таспалауға дейінгі дайындық жұмыстары ұзаққа созылды. Өйткені реквизиттерді даярлау, киімдерді тігу мен локацияларды таңдау қиын шаруа. Где нет инфраструктуры, где нет столбов и так далее. Эй, ты, безотцовщина, жениться собрался? Моего героя зовут Есен. Менің кейіпкерімнің аты Есен. Ол ауылдағы жомарт әрі шыншыл жан. Бұл туынды орталық Азияның алғашқы мюзиклі болғандықтан таспалау жұмыстары оңайға соқпады. Актерлар ән салып, ат үстінде шауып, түрлі жанкештілік жасады. Играть, скакать на коне. Қойшы режиссер әрі сценарий авторы Айбек Дайырбековтың сөзінше, оның туындысы стилі бойынша «Танцующая в темноте», «Стиляги», «Отверженный» секілді музыкалық фильмдерге ұқсайды. Дегенмен музыкалық қоры нағыз шығыстың ән салу дәстүріне негізделген. Хикая вокалды драмалық заңдылықтарға сай өрбейді. Автордың пайымынша фильм жұмақ кезең, апаттың тууы, апатпен күрес, қайта түлеу секілді 4 бөлімге негізделген. Одним словом, фильм про любовь. Негізінен фильм махаббат жайлы. Әкесі мен ұлының, анасы мен баласының, табиғат пен адамның және туған жерге деген сүйіспеншілік сезімі жайлы сыр шертеді. О любви к родной земле и о любви, естественно, молодых. Басты рөлді сомдаушы ретінде қазақстандық актрисаның таңдалуы да тегін емес еді. Режиссер бұл аңызды бала кезінде өзінің ұлты қазақ әжесінен естіп өскен екен. Основная часть съемок проходила на берегу Иссык-Куля, плюс там есть... Түсірілім жұмыстарының басым бөлігі Ыстық көлдің жағасындағы Сары Аса жайлауында өткен. Аңызында шыққан жері осы. Мен бірақ фильмді шынайы оқиғаларға негізделген деректі туынды ретінде қабылдамауды өтінемін. Ең алдымен бұл аңыз, ертегі. Документация реальных событий. Это скорее сказка и это скорее легенда. Я был миллиардером до вчерашнего дня, когда появились две новости. Плохая, у меня теперь нет денег. По документам все банки принадлежали моему отцу. Ты войны хочешь? Война значит война. И очень плохая. У меня теперь есть семья. Ты уверен, что ты мой сын? 99,9%. Беда. Сонымен қатар, бұл аптада отандық прокатқа миллиард атты әзілге өрілген боевик жол тартады. Фильмнің режиссері Роман Прыгунов. Ол көрерменге духлес драмасымен белгілі. Фильм сюжеті бойынша өзінің бар дүние мүлкін заңсыз туған ұлдармен бөлісуді қаламайтын банк қызметкері түрлі қулыққа көшеді.
Бірақ ол бар байлығынан айырылған сәтте тек ұлдары ғана көмек қолын созуға мүдделі. Ақшасын қайтарып алу үшін қаржыгер Монте-Карлодағы өз банкын тонауды ойлайды. Бұл істі жүзеге асыру үшін ол енді әкесіз өскен ұлдарының сеніміне қайта кіруге ниетті. Кино бизнес бағдарламасы отандық және әлем кино жұлдыздарымен қызықты сұхбат құрып, көкейкесті сұрақтарға жауап іздеуді жалғастырады. Бағдарламамыздың бүгінгі санында біз «Каникулы в Таиланде», «Goodbye, мой бай», «Бизнес по-казахски в Америке» фильмдерінің атқарушы продюсері Рустам Юсуповпен тілдесеміз. Рустам бізге өз арқалаған мамандықтың қызығы мен шыжығын ашып айтып, түсірілім процесін тиімді етіп жоспарлаудың қиындықтарымен бөлісті. Ендеше сөз кезегі әріптесім Бекболат Уәлиевте. Кино-бизнес бағдарламасының бүгінгі қонағы атқарушы продюсер Рустам Юсупов. Студиямызға қош келдің, Рустам. Қош көрдік. Расскажи, пожалуйста, для наших зрителей, что входит. Біздің көрермендерімізге атқарушы продюсердің міндеттеріне нақты не кіретінін айтып берсең. Что он делает для картины? Мен тәжірибемді негізге ала отырып, атқарушы продюсер фильмнің өндіріс процесіне және оған сценарийді жазу кезеңінен бастап кірісу керек екенін түсіндім. Бізде әдетте кино белгіленген бюджетке ыңғайластырылып түсіріледі. Яғни Қазақстанда жігіттер қараңдар, қолымызда дайын сценарий бар, оны түсіру үшін қанша қаражат керек екенін санап көрейікші демейді. Керісінше, жігіттер бізде осынша ақша бар, соған ыңғайластырып сценарий жазып, кино таспалайық деп ұсыныс білдіреді. Сондықтан меніңше продюсердің негізгі міндеті ол белгіленген қаражатты жететіндей етіп жоспарлау. Мен үнемі қандайда бір фильм түсірілмес бұрын, оған сценарийдің жазылуына тікелей қатысамын. Себебі бөлінген ақшаға біздің де шама шарқымыз жетуі керек. Сценарийді алдын ала жоспарлау маңыздылығын сценаристерге де айтамын. Жігіттер, мына бір жерінде ақша көп кетуі мүмкін. Сондықтан оңтайлы амалдар қолдануға болатындай етіп жазыңдар. Ертең түсірілім алаңында қиналып қалмайық деп ескертемін. Сен Нұрлан Қойынбаевтың «Бизнес по-казахски» франшизасында тер төктің. Америкада таспаланған бірінші бөліміне тоқтала кетсек, оның түсірілім жұмыстарын ұйымдастыруда қандай да бір қиындықтар болды ма? Ну, это был, да, первый проект с Нурланом. Ол Нұрланмен бірлесіп жүзеге асқан бірінші жоба болды. Біз Алматыда таныстық. Мені жобаның жетекшісі әрі режиссері Жеңісхан бір шараға шақырды. Біз екеуміз оған дейін бірнеше клиптерді бірге түсірген болатынбыз. Сөйтіп болмаған, білесің бе, Нұрлан кино түсіргісі келеді деді. Нұрланмен ешқашан кездесіп көрмегенмен жарайды, сөйлесіп көрейік дедім. Кейін Нұрлан Алматыға ұшып келді. Сосын біз кездесіп сөйлестік. Бастапқыда біз келіскен фильм идеясы мүлде басқа еді. Яғни біздің бекіткен жоспар кездесуден 3 күн өткеннен кейін өзгеріп кетті. Маған телефонмен концепция өзгерді. Мақсатымыз енді басқа деп хабарлады. Мен сценаристермен сөйлестім. Олардың ұсынғаны маған ұнады. Нәтижесінде мен осы дұрыс, жеңілірек және қызығырақ дедім. Барлығы ойлағандай-ақ болып шықты. Жоба уақытылы аяқталды. Бұл әрине продюсер үшін өте тиімді нәтиже. Негізгі жеңілдік ол бір локацияның болуында еді. Алдымен Талғардағы қонақ үйде фильмге қатыстының бәрін түсіріп алып, қалғанын Алматыға барып таспаладық. Павильонда ма? Жоқ, павильонда емес. Барлығы шынайы локацияларда таспаланды. Яғни біз ешқандай декорация қолданған жоқпыз. Нұрлан Қойынбаев сенімен екінші серия «Бизнес по-казахски в Америке» фильмінде де серіктестікті жалғастырған болатын. Шетелде жүргізілген түсірілім жұмыстарының ерекшеліктері туралы айта өтсең. Яғни сендер Америкаға түсірілім тобын алып бардыңдар. Ол жақтың Қазақстандағы жұмыс стилінен қандай айырмашылығы бар? Мы договорились там с продакшеном, объяснили задачи объяснили без сценария. Біз америкалық бір продакшнмен келістік. Сценарий ол кезде дайын болмағандықтан не түсіргіміз келетінен ауызша айтып түсіндірдік. Мен продюсерге телефон шалып, кино түсірмек ойымызды қалай жүзеге асыруға болатынын сұрадым. Ол өз тарапынан нақты қандай талаптардың бар екенін айтты. Кейін өзара түсінісіп келісімге келдік. Сосын сценарий толығымен жазылып біткенде, мен одан шамамен қанша ақша қажет болатынын санап беруін өтіндім. Себебі біз Америкада кино түсіруге қанша қаражат керек болатынын тіпті болжап та айта алмадық. Ол бізге барлығын санап, есептеп қажетті соманы айтты. Ал біз түсірілім тобының жартысын Қазақстаннан алып, қалғанын Америкада жалдайтынымызды ескерсек, қаражаттың айтарлықтай көп жұмсалмайтынын түсіндік. Яғни біз түсірілім жұмысын 2 кезеңге бөліп жоспарлады. Мен бәрі дұрыс, баратын болдық, визалар дайындайық дедім. Сапарымызға енді дайындала бергенімізде аяқ асты форс-мажор орын алды. Бірінші бөлімінде Швейцардың рөлін ойнаған Қажет Смағұлға виза берілмеді.
Оның орнына өздеріңіз білетіндей Еркош, яғни Рамазан Амантай ойнады. Ал ұшуға дейін бір ай ғана уақытымыз қалған. Түсірілім тобы жиналып дайын отыру үшін ақшаның тең жартысы Америкаға аударылып та қойған еді. Не істерімізді білмей мұң толғандық. Елшіліктегі сұхбаттасуға қайта жасылдық. Ол болса ұшуымызға 5 күн қалғанда өтетін болды. Біз соңына дейін үмітімізді үзбедік. Елшіліктегі адамдарға жағдайымызды айтып, түсіністік білдірулерін өтіндік. Олар болса бізге еш нәрсе байланысты емес. Бәрін консул шешеді деп әңгімені қысқа қайырды. Сонымен қажетпен бірге елшілікке бардық. Есік алдында уайым жеген мен тұрдым күтіп. Жарты сағаттан кейін ол шығып, маған қайтадан рұқсат берілмеді деді. Ұшуымызға 5 күн қалған. Барлығы төленіп қойған. Не істерімізді білмей абдырап қалдым. 5 дней до вылета, у меня просто паника, я не знаю, что делать, как быть, у нас уже все, в принципе, проплачено. Бекітіліп қойған бір ғана актер ме? Біз барлығымыз жүктерімізді дайындап сақадай сай отырмыз. Нұрлан мен Жан ұшуға дайын, ал үшінші кейіпкеріміз бармайтын болды. Сценарий болса соған лайықталып жазылған. Мен Сәбитке қарап, енді не істеймін? Тығырыққа тығылдым десем, ол маған білмеймін деді. Кейін аяқ асты кастинг директормен кездесіп қалдық. Ол мән-жайдың шет жағасынан хабардар еді. Әңгімемізді тағы бір тыңдап болып, Рамазанда виза бар емес пе? Ол да бара алады ғой деді. Біз Сәбит екеуміз аң-таң болып, неге ертерек айтпадың деп қапаландық. Ол болса білмеймін. Сіздер сұрамаған соң мен де үндемей жүре бердім деді. Сосын мен Сәбиттен бірден сен сценарийді Рамазанға лайықтап жазаласың ба деп сұрадым. Ол, екеуінің мінездері негізі ұқсас, көрейік деді. Нәтижесінде мен, Рамазан, Америкаға барасың, заттарыңды жина дедім. Мы улетаем в Америку. Соответственно, после... Бизнес по-казахски в Америке фильмі прокаттық айналымнан қанша ақша жинай алды? Фильм, какой бокс-офис он собрал? В районе 600 миллионов тенге. Ну, это... Шамамен 600 миллион теңге. Дистрибьютерлердің айтуынша бұл қазақстандық прокаттың, жалпы қазақстандық кино тарихындағы ең кассалы отандық кино болды. Яғни нағыз рекорд орнатты. Қазақстандық киноның қайта жанданып, нарықты толтыра бастағанына 10-15 жылдай болып қалған шығар. Осы уақыт аралығындағы ең табысты кино атанды. Бұл теңгемен санағандағы ақша көлемі, яғни бұрынғы доллардың курсы 150 болған кезбен салыстырса мүмкін, біреу көбірек алғанда болуы мүмкін. Бірақ бұл фильм өз заманының курсы бойынша ең кассалы фильм атанды. Сейчас есть на рынке, то бизнес по-казахски, он сейчас является, да, рекордсменом. После картины «Бизнес по-казахски в Америке». «Бизнес по-казахски в Америке» картинасынан кейін сен Сәбит Рахымбаевпен бірге «Goodbye мой бай» фильмін таспалауға кірістің. Осы лентаның өндірістік бюджеті қандай болды? 200 мың доллардың шамасында жұмсалды. Бұл жарнамамен қоса алғанда. Теңгемен санағанда бұл деген 60 миллионнан асады. Мүмкін көбірек те шығар. «Goodbye мой байды» таспалауға қанша уақыт кетті? Америкадан кейін бұл жоба оңай болды ма, әлде керісінше қиын ба? 17 съемочных дней, ну, нет. Түсірілім жұмыстарына 17 күн жұмсалды. Жеке басым үшін киноны жасау оңай бола бастады. Мүмкін тәжірибем артқан соң ба, әлде қасымда әрдайым кәсіби мамандардың болғаныма білмеймін. Біз барлығымыз жиналып жұмысқа кіріскен соң, ешкім жарты жолда шаруаны тастап кеткен жоқ. Барлығы ортақ істі бастаған соң, аяғына дейін жеткізу үшін барын салды. Сондықтан қазір маған біреу ұсыныспен келіп жатса, бұрынғы қорқыныш сезімінсіз келісемін. Бар болғаны өзіңе керек адамдардан тұратын команданы жинап, жұмысқа білек сыбана кірісу керек. В этом ничего страшного. Просто нужно собрать нужную команду для тебя. Все. Ал жобаларды сен қалай таңдайсың? Мәселен, мына жоба маған қызық, ал мынау жоқ деп қалай бөлесің? Сенім, тек қана сенім. Мәселен, мен Нұрланға сенемін. Себебі ол шығармашылықпен жанын салып айналысатын адам. Ол киноны қалай дұрыс түсіру керектігін және менталитетімізге сай қандай әзілдерді қолдануға болатынын нақты біледі. Сәбит болса ішкі түйсігімен кез келген сценарийді алдын ала дұрыс жоспарлау қабілеті бар адам. Мысал ретінде Әлішер Утевті де келтіруге болады. Ол да бір кездері атқарушы продюсер ретінде бастады. Ал қазір «Брат или брак» сынды жобаларды таспалаған, қалыптасқан режиссер бола алды. Яғни енді Әлішер тек сапалы фильмдер шығара алатынына толық сенім бар. Ал мен дәл қазіргі сәтте сценарийге де, адамға да қараймын. Сәйкесінше жақсы сценарий жазалатын адаммен жұмыс істеуге тырысамын. Бүгін бізде қонақта атқарушы продюсер Рустам Юсупов болғанын естеріңізге сала кетейін, құрметті көрермен. Келгеніңе көп рахмет. Сіздермен болған киноиндустрия саласындағы өзекті жаңалықтардың жаршысы кино бизнес бағдарламасы. Ендігі эфирде біз последствия әскери драмасы, злой дух хорроры мен продюсер Мел Гибсонның игры разумов биографиялық триллері туралы айтатын боламыз. Бүгінге осы, келесі аптада кездескенше.